Кәсіпкерлердің ұлттық палатасы шағын және орта бизнесті толғандыратын мәселелерді шешу мақсатында проблемалар картасын әзірлеуде. Қазірдің өзінде бұл тізім 200-ден артық мәселеден тұрады. Елдегі кәсіпкерліктің дамуын тежейтін түйткілдердің кейбірін бүгін отандық бизнес өкілдері премьер-министр Серік Ахметов пен үкімет мүшелеріне ашық жеткізе алды. Әкімшілік кедергілер, тарифтердің толассыз өсімі, заңнамалық базаның жетілуі, жеке мәселе ауылдағы бизнестің дамуы. Проблемалар картасына кірген 200-ден артық түйткілдің жалпы мазмұны осы тақырыптарға келіп саяды. Іскерліктің жолындағы бөгеттердің кейбірін кәсіпкерлер бүгін үкімет жетекшісі мен мүшелеріне ашық жеткізе алды. Әр министр өз құзыреті аясында кәсіпкерлер көтерген сұрақтарға жауап беруге тырысты. Очень много вопросов у бизнеса. Бизнес өкілдерінің сұрақтары көп, олардың мүддесін қорғау керек. Осылайша ғана біз елбасының мықты экономиканы құрауға негіз бола алатын мықты бизнес құру керек деген тапсырмасын орындай аламыз. Мемлекет жұмысының басты бағыты қазақстандық бизнестің, оның ішінде әсіресе шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына барынша қолайлы жағдай жасау екен, елбасы биылғы жолдауында айтқан. Жаһандық рейтинг Қазақстанның қазірдің өзінде бизнесті дамыту үшін қолайлы жағдай туғызып отырған мемлекеттер қатарында екенін анықтады. Ендігі мақсат жағдайды тек жақсарта түсу. Сол үшін де мемлекет басшысы жолдауда үкімет пен ұлттық палатаға іс бастағысы келетін іскерлерге де әдістемелік көмек көрсетудің тиімді жолдарын қарастыруды тапсырды. Кәсіпкерлер бүгін өткен кездесуге қарап, екі тарап арасындағы ынтымақтастықтың орнай бастағанын баса көрсетті. Откровенный разговор, тем более с руководством. Риясыз әңгіменің орны айрықша қашанда. Ашық сұхбат ұлттық палата мен үкімет арасында басталып жатса, тіпті жақсы. Бұл өте қажет. Себебі елбасының өзі елдегі кәсіпкерліктің дамуына айрықша көңіл бөліп отыр. Алдымызда үлкен міндеттер тұр. Екі тарап арасында ынтымақтастық болмаса, оларға қол жеткізу мүмкін емес. Бүгін үкімет ондағы барлық министрліктер кәсіпкерлермен кездесіп, қалай сұхбат құрса, осы тәжірибені енді нағыз бизнес жатқан өңірлік деңгейде дәл солай дамыту керек. Салтанат Даниярова, Әлібек Алиев, Хабар, Астана.